Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті экономика және басқару кафедрасының сеньор лекторы Әбдіғалиева Ләззат Сағынғалиқызы тәуекелді басқару курсының келесі тақырыбын ұсынады. 14-ші тақырып халықаралық стандарттар негізінде тәуекелдерді басқару. Халықаралық стандарттар негізінде тәуекелдерді басқару бұл ұйымдардың қауіп-қатерлерді жүйелі түрде анықтау, бағалау, бақылау және азайту мақсатында әлемдік деңгейде қабылданған қағидалар мен әдістемелерді қолданылуы. Бұл тәсіл ұйымның тұрақтылығын арттырып, стратегиялық мақсатқа қол жеткізуге көмектеседі. ISO 31000 стандарты бұл тәуекелдерді басқару бойынша негізгі халықаралық стандарт. Ол кез келген ұйым үшін қолданылуы мүмкін. Стандарт 2009 жылы алғаш рет жарияланып, 2018 жылы жаңартылды. Ол тәуекелдерді басқарудың принциптері, құрылымы және процесін қамтиды. Мұндағы принциптер бұл құндылық жасау және қорғау, шешім қабылдауға интеграция, белгісіздікті ескеру. Келесі құрылымы көшбасшылық және міндеттеме, жоспарлау, енгізу, бағалау және жетілдіру. Процесі бұл байланыс, анықтау, талдау, бағалау, өңдеу және мониторинг жүргізу. Тәуекелдерді тиімді басқару үшін ISO 31000-дің 8 негізгі принцип ұсынады. Бұл принциптер ұйымның тәуекелдерді басқару жүйесінің негізін құрайды және оның барлық деңгейлерінде қолданылуы керек. ISO 31000 стандарты тәуекелдерді басқарудың әмбебап қағидаттарын анықтайды. Яғни бұл принциптер кез келген ұйымға, өнеркәсіп, қаржы, сауда және тағы басқаларға тиімді тәуекел менеджмент жүйесін құруға көмектеседі. Бұл стандарттың негізгі принциптерін толық түсіндіре кетейік. Бұл жерде бірінші принципі құндылық құру және қорғау. Тәуекелдерді басқару ұйымға тек қауіптен қорғану емес, сонымен қатар қосымша құндылық жасау бағытталуы тиіс. Мысалы, дұрыс басқарылған тәуекел жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Екінші, ұйымның барлық процестерін интеграциялануы. Бұл тәуекелдерді басқару бөлек жүйе емес, ол барлық басқару және операциялық процестердің ажырамас бөлігі болуы керек. Келесі, құрылымдалған және кешенді тәсіл. Тәуекелдерді басқару жүйесі логикалық және реттелген болуы қажет. Бұл тұрақты және сенімді нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Одан кейін бейімделгіштік. Бұл әр ұйымның ерекшелігіне қарай тәуекелді басқару жүйесі, яғни икемделуі тиіс. Яғни бір үлгі барлық компанияға бірдей жарамайды. Одан кейін мүдделі тараптарды тарту. Ол тәуекелдерді басқару процесіне барлық маңызды қатысушылар қатысуы қажет, яғни бұл шешімдердің сапасын арттырады. Одан кейін динамикалық сипат. Ол тәуекелдер уақыт өте келе өзгереді, сондықтан басқару жүйесі де үздіксіз жаңарып бейімделіп отыруы тиіс. Келесі, ең жақсы қолжетімді ақпараттар негізделуі. Ол шешімдер сенімді, өзекті және толық ақпаратқа сүйенуі керек. Сонымен қатар белгісіздік деңгейі де ескеріледі. Одан кейін адам және мәдени факторларды ескеру. Ол қызметкерлердің мінез-құлқы, ұйым мәдениеті тәуекелдерді басқаруға тікелей әсер етеді. Сондықтан тәуекел мәдениетін қалыптастыру маңызды. Келесі, үздіксіз жетілдіру. Бұл тәуекелдерді басқару жүйесі тұрақты түрде талданып, жетілдіріп отыруы керек. Бұл ұйымның ұзақ мерзімді тиімділігін қамтамасыз етеді. Яғни ISO 31000 принциптері бұл тәуекелдерді басқарудың жай ғана бақылау құралы емес, жалпы стратегиялық басқару элементі ретінде қарастырылады. Яғни осы принциптерді дұрыс қолдану ұйымға жалпы тұрақтылықты арттыруға, шығындарды азайтуға, бәсекеге қабілеттілікті күшейтуге мүмкіндік береді екен. Мұнда ISO 31000 бойынша тәуекелдерді басқару процесі осы бірнеше өзара байланысты кезеңдерден тұратындығы көрсетіледі.
Бұл әрбір кезең маңызды рөл атқарады және келесі кезеңге негіз болады. Онда байланыс, контекст, анықтау, талдау және бағалау. Бұл процестің барлық кезеңдері үздіксіз мониторинг және шолу жасау, сондай-ақ барлық мүдделі тараптармен байланыс және кеңес беру арқылы қолдау көрсетіледі. Бұл динамикалық және қайталанатын процесс болып табылады. ISO 31000 стандарты бойынша тәуекелдерді басқару процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Соның ішінде ең маңыздысы ол тәуекелді анықтау және талдау болады. Бұл кезеңдер ұйымға қауіптерді дер кезінде байқап, олардың әсерін дұрыс бағалауға мүмкіндік береді. Бұл жерде тәуекелді анықтау әдісі жалпы ұйымға әсер етуі мүмкін барлық ықтимал тәуекелдерді табу. Яғни свот талдау бұл ұйымның күшті, әлсіз мүмкіндіктерін және қауіптері арқылы тәуекелді анықтайды. Келесі қызметкерлер мен сарапшылар бірге отырып тәуекелдердің тізімін жасайды. Бұның артықшылығы көп идея пайда болады, кемшілігі тәжірибеге тәуелді болады. Одан кейін сараптамалық бағалау бұл сала мамандарының тәжірибесіне сүйене отырып тәуекелдерді анықтау. Яғни жаңа және күрделі жобаларға тиімді болып келеді. Алдыңғы тәжірибелер негізінде дайын тізім арқылы тәуекелдерді тексеру, бұл бақылау тізімі бойынша. Одан кейін процестерді талдау кезінде әрбір бизнес процесті жеке қарап, қай жерде қауіп бар екенін анықтайды. Мысалы, бұл өндіріс, логистика, қаржы операциялары бойынша жүргізіледі. Сценарийлік талдау болашақта болуы мүмкін жағдайларды модельдеу арқылы тәуекелдерді табу. Бұдан кейін тәуекелді талдау әдістері бұл кезеңде анықталған тәуекелдердің ықтималдылығы мен әсері бағаланады. Яғни сапалық талдау бұл тәуекелдер сөзбен немесе шкала арқылы бағаланады. Одан кейін сандық талдауда тәуекелдер нақты талдау, яғни сандармен есептеледі. Мысалы, шығын көлемі, ықтималдылық деген сияқты. Келесі тәуекел матрицасы бұл ықтималдық пен әсерді біріктіріп бағалау. Бұл тәуекел матрицасы бұл тәуекелді, яғни визуалды түрде бағалау және приоритеттеу үшін қолданылатын құрал. Ол тәуекелдің ықтималдылығын оның әлеуетті әсеріне қарсы салыстырады. Мысалы, мына жерде көрсетіліп тұр, жоғары ықтималдылық, яғни жоғары тәуекел, қызыл аймақ, яғни орташа тәуекел сары аймақ, төмен тәуекел ол жасыл аймақ болып табылады. Жалпы сценарийлік және стресс тесті бұл жерде ең нашар жағдайларды модельдеу болады. Ол дағдарыс жағдайы, нарық құлдырауы кезінде. Одан кейін сезімталдық талдауы бұл белгілі бір фактор өзгерсе, нәтиже қалай өзгеретіндігін анықтайды екен. Бұл ISO 31000 бойынша негізгі қағида жалпы тәуекелдерді анықтау мен талдау, мысалы жүйелі, құжатталған және үнемі жаңартылып отыруы тиіс принциптер болып табылады екен. Жалпы ISO 31000 стандарты бойынша тәуекелдерді тиімді басқару үшін алдымен тәуекелдерді толық анықтау, кейін олардың ықтималдылығы мен әсерін жан-жақты талдау қажет екен. Тәуекелдерді анықтап бағалағаннан кейін ұйым тиісті өңдеу стратегиясын таңдауы керек. Яғни ISO 31000 бірнеше негізгі стратегияларды ұсынады. Олардың әрқайсысы белгілі бір жағдайларға сәйкес келеді. Яғни болдырмау, азайту, беру және қабылдау бойынша. Яғни стратегия таңдау тәуекелдің сипатына, ұйымның ресурстарына және тәуекелге деген таланттарлығына және өңдеу шараларының шығын пайда талдауына негізделеді. ISO 31000 мен қатар тәуекелді басқару саласында бірқатар маңызды халықаралық стандарттар мен жетекшіліктер бар. Олар әртүрлі салаларда және тәуекел түрлерінде бағытталған. Олар мысалы COSO, RM, яғни кәсіпорынның тәуекелдерін басқару бойынша кешенді жетекші. Бұл ақш-та кеңінен қолданылады және корпоративті басқаруға интеграцияланған. Одан кейін ISO 27005, яғни ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін басқару стандарты. ISO 27001 стандартын қолдайды және киберқауіпсіздікке бағытталған. Базель 3 банктік тәуекелдерді басқару жөніндегі халықаралық шеңбер, яғни несиелік
нарықтық және операциялық тәуекелдерді қамтиды. Сонымен қатар осы ICO 31 мыңнан басқа да халықаралық стандарттар бар. Олар әртүрлі бағыттар, мысалы сапа, қауіпсіздік, қаржы, ақпарат жүйелерін қамтиды және тәуекелдерді басқаруды тереңдетіп нақтылайды. Мысалы ICO 31010 бұл тәуекелдерді бағалау әдістері бойынша, яғни тәуекелді бағалау құралдарын ұсынады. Мысалы артықшылықтары бұлардың практикалық құралдарды береді. ICO 9001 бұл сапа менеджмент жүйесі. Бұл стандарттар тәуекелге негізделген ойлауды енгізген. Яғни өнім сапасын арттыру, клиент қанағаттандыруды қамтамасыз етеді. Одан кейін ICO 14001 бұл экологиялық менеджмент, яғни экологиялық тәуекелдерді басқаруға бағытталған болып келеді. ICO 31 мың тәуекелдерді басқарудың бұл негізгі стандарты, ал басқа стандарттар осы нақты салаларға бағытталған, олар арнайы тәуекелдерді терең қарастырады. Енді тәуекелдерді басқарудың осындай үш қорғаныс желісінің моделі бар. Бұл үш қорғаныс желісінің моделі тәуекелдерді басқару мен бақылаудағы рөлдер мен жауапкершіліктерді анық бөлуді қамтамасыз ететін басқару құрылымы болып табылады. Бұл модель қаржы институттарында және үлкен корпорациялардан кеңінен қолданылады. Бірінші желісі ол операциялық бақылау, яғни тәуекелдердің иелері, олар тәуекелдерді басқарады және бақылау шараларын жүзеге асырады. Бұл функциялық менеджерлер және бизнес процестердің иелері. Екінші желісі бұл тәуекелдерді басқару және сәйкестік. Бақылау функциялары тәуекелдерді басқару департаменті сәйкестік сапа бақылау болып табылады. Ол саясат жасайды, тәуекелдерді мониторингтейді. Үшінші желісі ол ішкі аудит, яғни тәуелсіз кепілдік. Ішкі аудит алғашқы екі желінің тиімділігін тексереді және басқарма мен басқарма кеңесіне кепілдік береді. Технологиялық прогресс, климаттық өзгерістер және геосаяси тұрақсыздық жаңа тәуекел түрлерін тудырады. Яғни ұйымдар бұл өзгерістерге бейімделуі және тәуекелдерді басқару тәсілдерін жаңартуы керек. Мысалы, цифрлық трансформация тәуекелдері бұл кибершабуылдар, деректердің бұзылуы, жасанды интеллект пен автоматтандырудан туындайтын тәуекелдер, бұлтты технологиялар, цифрлық жеткізілім тізбегінің тәуекелдері. Келесі SNG және тұрақтылық бұл климаттық өзгерістердің қаржылық әсері, реттеуші талаптардың өзгеруі және репутациялық тәуекелдер болып табылады. Негізгі тәуекел көрсеткіштері, яғни KPI бұл өнімнің тәуекелдерге ұшырау деңгейін өлшеуге және тәуекелдердің жоғарылауы туралы ерте ескертулер беруге арналған метрикалар болып табылады. KPI мониторингі тәуекелдерді басқарудың маңызды компоненті. Бұл жерде қаржылық KPI бұл өтімділік коэффициенттері, қарыз жүктемесі, табыстылық көрсеткіштері және бюджет ауытқулары. Келесі операциялық KPI ол процестер сәтсіздіктері, қызмет деңгейі келісімдері, сапа көрсеткіштері және инцидент саны. Сәйкестік KPI бұл реттеуші бұзушылықтар. Одан кейін саясат сәйкестігі, аудит ұсыныстары және оқыту аяқталуы. Стратегиялық KPI кезінде нарық үлесі өзгерістері, яғни бәсекелестік позиция, инновациялық көрсеткіштер және тапсырыс желісі қолданылады екен. Тәуекелдерді басқарудың сәтті жүйесі тек процестер мен құралдар емес, сонымен қатар күшті тәуекел мәдениетін қажет етеді. Бұл барлық қызметкерлердің тәуекелдерді түсінуі және оларды өз жұмысында ескеруі дегенді білдіреді. Жалпы тәуекел мәдениеті бір күнде құрылмайды. Бұл үздіксіз жұмысты басшылықтың міндеттемесін және ұйымның барлық деңгейлерінің қатысуын талап ететін ұзақ мерзімді процесс болып табылады. Келесі практикалық мысалдар ретінде қарастырайық. Бұл бір ірі банкі, яғни ICO 31 мың негізінде кешенді кәсіпорынның тәуекелдерін басқару жүйесін енгізді. Жоба 18 ай уақытты алды және келесі нәтижелерге жеткізді. Бұл жерде операциялық шығындар көрсетілген, реттеуші сәйкестік және шешім қабылдау. Жалпы өндіріс жеткізілімінің тізбегі
тәуекелдері болды. Бұл автомобиль өндіруші компания өз жеткізілім тізбегінің икемділігін арттыру үшін тәуекелдерді басқару бағдарламасын іске қосты. Яғни нәтижесінде пандемия кезінде компания өндірісті 94%-ға деңгейінде ұстай алды, ал саладағы орташа көрсеткіш 67%-ды болған екен. Тәуекелдерді басқару бұл заманауи ұйымның табысының маңызды факторы. Бұл халықаралық стандартты қолдану жүйелі және тиімді тәсілді қамтамасыз етеді екен. Осымен тақырыбымызды аяқтаймыз. Назар қойғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.